Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға жаңа видео ұсынамын. Видеоны толықтай қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін мінекей бізге тіл ғылымы каналына сізді арнайы шақырып отырмыз. Оның себебі тіл ғылымы каналында тек тіл мәселелері ғана емес, сонымен қатар әдебиетке қатысты, әдебиеттің тіліне қатысты мәселелерді де көрерменге ұсынғымыз келеді. Сіз мына әдебиет жұбановтың әдеби салаға қатысты еңбектеріне бойлап жүрсіз, соған қатысты конкурстарға қатысып жүрсіз. Бізге мына көрермендерге Құдайберген Жұбановтың зерттеулеріне қатысты қандай пікірлеріңізді ұсынасыз? Рахмет сұрағыңызға. Ал енді қазақ тілі деген уақытта, қазақ елі деген уақытта, ұлты деген уақытта ең бірінші ауызға алатын осы 20 ғасырдың басында ерекше жанып, ерекше от болған тұлғаларды біз еске түсіре аламыз. Сол тұлғалардың ішінде ауыз толтырып ерекше атап өтетін бұл біздің Ақтөбе жұртының ең ірі тұлғасы, қазақ халқының бір туар перзенті Құдайберген Жұбановты ерекше айтуға болады. Құдайберген Жұбанов айтып отырсыз ғой, енді жаңа қазақ тіл білім саласында да, әдебиет саласында да, тіпті музыка саласында да өзінің қалам тербеп, өзін ерекше көрсеткен тұлғаның бірі. Ол енді тіл білім саласынан бөлек әдебиет саласында ерекше мақалалар жазып, ерекше ғылыми зерттеулер жүргізіп, жаңағыдай пікір қалдырған бір туар тұлға. Мысалға, Құдайберген Жұбановтың Абай қазақ әдебиетінің классика атты 1934 жылы жазылған, Абай Құнанбаевтың қайтыс болғанына 30 жыл толғанына байланысты жазылған бір бұл шығармасында ерекше бір Абайды басқарғаннан, басқа қырынан танытып, ерекше бір мақаласын осы айтуымызға болады. Абайдың жаңағыдай бұл жердегі ерекшелігі сонда Абайды өзге елдің ақындарымен, өзге жұрттың ақындарымен салыстыра отырып, солардан жоғары биік тұрған ақын екенін, қазақ елінің темірқазығы екенін осы мақаласында ол аяқталмай қалған мақала болып саналғанымен, бұл бір жаңағыдай бізге Абайдың классик екенін, Абайдың нағыз бір туар қазақтың бағына біткен нағыз ақын екенін, нағыз қазақ екенін, жаңағыдай талант екенін осы бір шығармасында өзге елдің ақындарымен салыстыра отырып, басқа да шығармаларды зерттей отырып, осындай бір шығармалар жазады. Жалпы Құдайберген Жұбановтың бұдан басқа Қожа Ахмет Яссауи, Кім, Күй деген секілді әдебиетке қатысты шығармалары бар. Негізінен енді бұл жерде Құдайберген Жұбановтың шығармашылығында негізінен жаңағыдай бір тақырыптарының өздері де, мысалға Құдайберген Жұбанов кім, тіл білімінде де буын жігін қалай ажыратуға болады, сөз деген не деген секілді адамды білуге құмартатындай бір ерекше бір тақырыптарды алған, яғни бізге оқырман қауымға ұсынатындай ғылым түрінде де, былай қарапайым тілде де ерекше жазған туындылары өте көп. Сондықтан Құдайберген Жұбанов қазіргі күнде де, ертеңгі болашақта да, келешекте де орнын жоғалтпайтын тұлға ретінде біз көре аламыз. Жақсы, Қуат, рахмет. Енді жалпы осы Құдайберген Жұбановтың, Ахмет Байтұрсыновтың зерттеулерінің күні бүгінгі қолданыста жүрген қандай пікірлері, немесе өзіңіздің тәжірибеңізде қайсысын қолданып жүрсіз осы тұжырымдарды? Маман ретінде ертең жұмыс жасайсыз, қазір енді сол мамандыққа дайындалып жатсыз, маман болу бар. Жаңа айтып өткендей, сол тақырыптан ажырамай-ақ қояйық. Мысалға, Абайдың өзін бір ерекше айтуға болады. Құдайберген Жұбановтың бұл жердегі Абай қазақ әдебиетінің классигі деп, ең алғашқы классик деп баға берген бұл Құдайберген Жұбанов. Бірақ енді оның алдында да пікір білдірген Ахмет Байтұрсынов сияқты қаншама қазақ зиялылары болды, бірақ дегенмен ерекше түрде классик деп баға берген бұл Құдайберген Жұбанов болатын. Ал енді осы пікірі әлі күнге дейін оның маңызын жойған жоқ. Біз сабақ барысында да, сабақтың уақыттарында да Құдайберген Жұбановтың бұл Абайды өтіп жатқан уақытта міндетті түрде Құдайберген Жұбановты айтпай кетуге болмайды. Себебі Абайды қаншама кейбір қазіргі заманның, мысалға менің замандастарым, басқа да адамдар Абайды жаңағыдай
зерттеп болған ғой деп пікір білдіріп жаңағы реніш білдіріп жатады. Бірақ дегенмен Абайды зерттеген адамдардың ішінде біз көп адамды біле бермейміз. Оның ішінде Құдайберген Жұбановтың Абайды шығыс әдебиетімен пара-пар ретінде өзінің жаңағы Абайды жаңағы замандастарынан озық ойлы азаматы ретінде ерекше жаңағы пікір білдіргені бүгінгі күнге дейін әлі күнге дейін келешекте де бұл нағыз жаңағыдай. Яғни сіз ертең мектепке барып сабақ берген кезде де Абайды оқу бағдарламасында бар ғой, Абай шығармаларын оқытқан кезінде міндетті түрде Құдайберген Жұбановтың Абай қазақтың классик ақыны деген мақаласына сүйеніп білім бересіз десе жақсы. Білім мен ғылымды бүгінгі 21 ғасырдың оқыту саласына қосатын және соны бүгінгі заманға келіп қазіргі заманның талабына сәйкес жастардың бойына сіңіретін біздің болашақ осы мамандарымыз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға бүгін тағы бір жаңа видео ұсынамын. Видеоны толықтай қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып және каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Тағы бір рет.